Пау Кубарси темір мінезді қорғаушы. Бір бөлім қарапайым баланың үлкен арманы. Ертеде Испанияда бір қарапайым отбасы өмір сүрді. Олардың кішкентай баласы Пау Кубарси ерекше мінезімен көзге түсетін. Ол өте еңбекқор, қайсар әрі ешқашан қорықпайтын бала еді. Пау бала кезінен футболға құмар болды. Оның достары шабуылшы болуды армандаса, Пау қорғаушы болғысы келді. Менің міндетім қақпаны қорғау, дейтін ол. Екі бөлім, алғашқы қадамдар. Күндердің бір күнде Пау жергілікті командада ойнай бастады. Оның қайсарлығы мен ақылдылығы бапкерлердің назарын аударды. Ол допты қарсыластарынан тартып алуда өте шебер еді. Бір күні Барселонаның скауттары талантты жас қорғаушыларды іздеп келді. Олар Пау Кубарсиді байқап, оны Ла Масия академиясына шақырды. Бұл оның өміріндегі ең үлкен мүмкіндік еді. 3 бөлім, Ла Масиядағы сынақтар. Ла Масияда бәрі қиын болды. Мұнда тек ең мықтылар ғана қалатын. Пауға жылдам әрі күшті шабуылшыларға қарсы ойнау керек болды. Кейбір күндері ол жеңіліп көңілсізденетін. Бірақ ол ешқашан берілмеді. Әр матчтан кейін қателіктерін талдап, өзін жақсарта берді. Бір күні оның бапкері: "Сенің бойыңда нағыз қорғаушының жүрегі бар. Егер сен осылай жалғастыра берсең, үлкен жетістіктерге жетесің", деді. 4 бөлім, үлкен сахнаға жол. Бірнеше жылдан кейін Пау Кубарси Барселонаның негізгі командасына шақырту алды. Бұл оның өміріндегі ең маңызды сәттердің бірі еді. Алғашқы матчында ол тәжірибелі ойыншылармен бірге алаңға шықты. Жанкүйерлер оны әлі танымайтын, бірақ ойын барысында оның салқынқандылығы мен ақылдылығы бәрін таң қалдырды. Ол шабуылшыларды тоқтатып қақпасын мықты қорғады. Журналистер оны Барселонаның жаңа сенімді қорғаушысы деп атай бастады. 5 бөлім, аңызға айналу. Пау Кубарси тек Барселонада ғана емес, Испания құрамасында да ойнай бастады. Ол көптеген матчтарда командасын қиын жағдайдан құтқарып, қорғаныстың сенімді тірегіне айналды. Оның табандылығы мен еңбек сүйгіштігі жас ойыншыларға үлгі болды. Ла Масияда жаңа қорғаушылар Пау Кубарсидің жолын қайталауды армандай бастады.